Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен інжір жемісінің пайдалы қасиеттері мен адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Үндістаннан және киелі кіші Азиядан келген інжір ағашы немесе інжір ағашы деп аталатын інжір бізге келді. Бұл зауыттың 400-ден астам түрі бүкіл әлемде белгілі. Қазір ол Таяу Шығыста, Жерорта теңіз аймағында, Кавказда, Орталық Азияда және Қырымда кездеседі. Ресейде ол оңтүстік және еуропалық бөлігінде өседі. Ежелгі дәуірден бері інжір дәрілік қасиеттерімен танымал болған. Бұл әртүрлі ауруларға емдеуге белсенді пайдалануына әкелді. Мұның бәрі туралы егжей-тегжейлі мәліметтер келтірейік. Інжірдің пайдалы қасиеттері және оны халықтық медицинада қолдану. Інжір тек ағаш қана емес, бұта. Ол өте таралған және тармақталған. Оның биіктігі 10 метрге дейін жетеді. Бұл ағаш ерекше түсте ерекшеленеді. Оның гүлденуі боз жасыл шарларда туады. Ал жемістер тек әйел ағашында өседі. Сізге таныс болуы мүмкін басқа атау шараптық жидектер деп те аталады. Інжірлердің тек бір түрінің көмегімен ғана пайда болады. Осыдан 2-3 жыл өткеннен кейін зауыт зиянкестерді жоймайды, ал жемістер өте жылдам көрінеді. Інжір қасиетті ағаш деп есептеледі. Киелі кітапта бұл жайлы жиі айтылады. Көптеген адамдар Адам мен Хауа тыйым салынған жемістерді жеп болған кезде олардың алғашқы киімін інжір жапырақтарынан жасады деп санайды. Көптеген зерттеушілердің айтуы бойынша бұл інжір киелі кітапта тыйым салынған жеміс болатын, ал еуропалықтар бұл алма болғанын айтады. Өйткені олар інжір жемісін ойлап көре алмаған. Сурет фикус пен тұтқа ағашының ағашы болып табылады. Інжір жемісі қоректік және дәмді, ал інжір қызыл және сарғыш гүлдермен гүлдейді. Сондықтан ол алмамен шатастыруы мүмкін. Бірақ күлгін жидектерде де кездеседі. Жаңа пішінде інжір ұзақ уақыт бойы сақталмайды. Сондықтан күнде кептірілгеннен кейін, содан кейін інжірдегі қант одан да көп болады. Қолайлы жағдайларда інжір ағашы ұзағырақ өмір сүріп, шамамен 200 жылдай жеміс береді. Ол туралы ежелгі уақытта Грецияда және ежелгі Арабияда белгілі болды. Тағы бір керемет Аветсина науқас қызылшамен, безгегімен, сондай-ақ өңделген ісіктерді, жараларды, фрунктарды, мерезді және алапеспен емдейді. Сонымен қатар Аветсина инжирдің кез келген уландырғышпен күресіп, жастықты сақтауға және косметикалық агент ретінде ұзақ уақытқа қол жеткізуге болатындығына сенді. Інжір жемісін аспириннің орнына тұтынсаңыз болады. Інжірдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ыстықтықты қайтаратын дәріні ішудің қажеті жоқ. Оның орнына күніне бір інжір жеп тұрсаңыз болады. Ми жұмысын жақсартады. Інжірді шығармашылықпен айналысатын жандарға жеген жақсы. Мысалы, суретшілерге, композитор, жазушы, ақын және кәсіпорын иелеріне. Олар толассыз ой үстінде жүргендіктен бұл жемістің миға әсері мол. Жоғары температура, ауыз қуысының індеті, бронхтың қабынуы, тамақ ауруы кезінде бір ас қасық уақтап туралған інжірге 2 стакан қайнаған су құйып 10 минут баяу отқа қойыңыз. Салқындатып, сүзгіден өткізіп, күніне 4 рет ішіп отырсаңыз пайдалы. Шаршап, әлсіреп, жүйке жұқарған кезде 1 стакан жылы сүтке 4-5 жемісті салып, ашытып, ұнтақтап, күніне 2-4 рет жеңіз. Егер де менің ақпараттарым сізге пайдалы болса және келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.